Духовкада осындай котлетпен картошка пісіремін. Ең алдымен котлетті жасап аламын. Оған 400 граммдай мен тауық фаршын алдым. Және бір картошка, бір пияз, жарты сәбіз, жарты перец, сосын сарымсақ саламын кішкене. Бәрін, көкөністердің бәрін блендерден езіп аламын. Езілген көкөністерді фаршымызға қосамын. Ас күпкен саламын кішкене. Бір жұмыртқаны қосамын. Және дәміне қарай тұзын саламын. Қара бұрыш пен паприканы саламын көз мөлшерімен. Бәрін әбден араластырып аламын. Осылай араластырып алғаннан кейін котлеттің формаларына келтіреміз. Мен осындай сопақша қылып алдым. Дәмі енді люля кебабтың дәмі сияқты болып шығады. Осылай сопақша қылып аламын. Осылай бірнеше котлеттер шықты. Енді картошкасын ұзыншалап турап аламын. Қатты қалың болмай, қатты жұқа да қылмай, осылай ұзыншалап турап аламын. Картошкаларымыздың бәрін турап болғаннан кейін дәміне қарай дәмдеуіштер саламыз. Мен қара бұрыш пен паприка саламын, және дәміне қарай тұз саламыз. Сонымен қатар бір ас қасық сұйық май саламын. Бәрін әбден араластырамыз. Картошканы котлеттердің қасына орналастырдым. Енді осылай котлеттердің бетін қасықпен басып шығамын. «180 градус қызған духовкамызда 35 минуттай шамамен пісіріп аламыз. Осындай болып қызарып, дәмді болып пісіп шықты. Өзіңіз қалаған соуспен жесеңіз де болады. Соусы да өте дәмді болып шығады. Мен аджикамен жеп көрдім. Аджикамен де дәмді болады екен. Ас болсын.